Армысыз ұлысапта көрермені ескіде жаңа Қазақстанның ең маңызды жаңалықтары біздің арнада. Бізге жазылыңыздар, пікір білдіріңіздер. Шындыққа бір табан жақын болайық. Сонымен бүгінгі айтарымыз. Хиджабтың шуы 18-ге келмеген қыздар үшін хиджаб киюге тыйым салынбақ. Елді екіге бөлген даудың артында кім тұр? Қазақстанда ең төменгі айлық 80 мың емес 300 мың теңге болуы керек. Депутат Ринат Зайытов осылай мәлімдеме жасады. Ақордадағы ауыс-түйіс Тоқаев пен олигархтардың кездесуі қалай өтті? Жаңадан жасақталған үкімет жабыла түсті. Әлихан Смайыловтың үкіметінің жетісіп тұрғаны шамалы еді, енді министрлер бұдан былай үкімет отырысына келмейтін болды. Мұнай кен орны, қонақ үй, сауда орталықтары бар. Қайрат Боранбаев мемлекеттің қалтасына 90 миллиард теңге тұратын активтерін қайтарды. Алматыда атышулы сот ісі басталды. Қайрат Құдайберген мен Деке Арманның айтар шындығы бар ма? Апелляциялық соттың үкімі экс-министр Арыстанбек Мұхамедиұлына шыққан үкім өзгеріссіз қалды. Ал Жанболат Мамайдың қорғаушысы Конституциялық сотқа шағым түсірді. Журналистер сотты, әділ соттың өтуі екі талай сияқты. Алдымызға келіп ешкім кешірім сұрамады. Қантаршылардың туыстары әділдік іздеп Астанаға келді. Қыркүйек айы туғанда мектептердің проблемасы, оның ішінде хиджаб дауы бір өршіп қайта басылатын. Алайда биыл жағдай өзгеше. Мектепте қыздардың орамал тағу мәселесінің діни дауға, тіпті мүдделер қақтығысына алып бара жатқандай. Әңгіме өткенде журналистердің ағарту министрі Ғани Бейсенбаевқа қойған сұрағынан басталған. Ол уақытта министр мектепте хиджаб киюге болатын болмайтыны туралы сауалға Конституция бойынша зайырлы мемлекет екенімізді айтып жауап берген-тін. Бірақ жауабы ешкімге түсініксіз болып, қоғамдағы да өрши түсті. Кейін өзі білім министрлігінің бекіткен ортақ форма туралы бұйрығын айтып тағы жауап қайтарды. Бұл уақытта қыздар мектепке жабық киіндіріп жібергісі келетін ата-аналардың діни топтардың қарсылығы күшейе түсті. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жалпы жұрт дұрыс қабылдасын деп пікір айтқысы келіп еді. Шындығына келгенде онысы қойыртпақ болып шықты. Мүфтият позициясын қоғам түсінген де қабылдаған да жоқ. Мәлімдемеде былай делінген. Иманды білімді ұрпақ тәрбиелеу әрбір ата-ананың басты мақсаты. Шариғат бойынша балиғат жасына толмаған мұсылман қызға орамал тағу парыз. Сол секілді білім алудың да үкімі парыз. Мүфтият шариғат бойынша балиғат жасына толған мұсылман қызға орамал тағу парыз екенін жоққа шығарған емес. Сондай-ақ орамал тағу ұлттық дәстүріміз. Мұны мұсылман қауымы терең түсінуі тиіс. Алайда шариғатымыз балиғат жасына толмаған қызға орамал тағуды міндеттемейді. Мұны да мұсылман жамағаты дұрыс түсінуі керек. Жыл сайын жаңа оқу жылы қарсаңында оқушы қыздардың мектепке орамал тағып баруына қатысты қоғамда түрлі пікірлер айтылады. Бұл мәселе мүфтият қызметкерлерінде бейжай қалдырмайды. Өз құзырет аясында бұл мәселеге қатысты уәкілетті мемлекеттік мекемелерге тиісті ұсыныстар береміз. Мұсылман жамағатының өтініші ескеріліп, оң шешім қабылданады деп үміттенеміз делінген мәлімдемеде. Әрине, дін мен мемлекет бөлек болғандықтан мүфтият биліктің бұйрығына араласа алмайды. Мәселенің нүктесін жаңа тағайындалған Мәдениет және спорт министрі Аида Балаева қойғысы келді. Ол мемлекеттік саясаттың барлық мәселелері діни пәтуалармен емес, азаматтық нормалармен реттелетінін нақты айтты. Ата заңға сәйкес біз зайырлы мемлекетпіз. Барлығын осыдан бастау керек қой, яғни мемлекет діннен бөлек. Сондықтан бірінші кезекте мемлекеттік саясат азаматтық заңдар арқылы жүргізіледі. Әрине, елімізде азаматтарға дін еркіндігі, сенім бостандығы берілген, алайда мектепке қатысты бізде бірақ қағида болу керек. Мектепте балалар сапалы білім алу керек. Бұл жағдайда осы мектеп ережелеріне қатысты басқа қырынан қарауымыз керек қой. Ең бірінші, мектепте әртүрлі ұлт пен дінді ұстанатындар бар. Олардың барлығының бірақ мақсаты ол білім алу. Сондықтан мемлекеттік органдардың алдында тұрған ең басты міндет азаматтардың барлығына бірдей жағдай жасау.
Алайда хиджаб дауында қарсы позицияны қолдайтын депутаттар да табылды. Мысалы, Республика саяси партиясының жетекшісі Айдарбек Ходжаназаров кез келген діни шектеулер конституциялық құқықтардың бұзылуына алып келеді деп есептейді. По поводу хиджаба. В отношениях в школах обсуждают активно вопрос. Мнения разделились, кто-то за, кто-то против. Ваше мнение? Я считаю, что проявление своей религии – это конституционное право любого человека. Не имеет значения. Это хиджаб, крест, мар, все что угодно. Это конституционное право. А там дальше уже регулирование внутришкольное, они должны определять. Но в целом, разве у нас нет, в Конституции не прописана свобода именно практикования своей религии, вероубеждений? У нас должна быть максимальная свобода. И любое ограничение – это ограничение с конституционного права, мое мнение. А мы не столкнемся с тем, что завтра, например, либеральные какие-то родители скажут, а я хочу, чтобы мой ребенок ходил в ирокезе, там, полуобнаженный и так далее. Ну, то есть это же не будет дисциплины в школах. Полуобнаженный, наверное, это уже... Не, смотрите, я говорю о конституционном правиле. Есть школьные внутренние правила, такие как форма и так далее, это та же самая прическа и так далее. То есть это совершенно другая история. Вот тут, наверное, тут идет, знаете, проблема в чем? Проблема в том, что вот здесь школьные нормативы и конституционное право. И мы должны понять между собой, что важнее. К примеру, в той же самой Америке и с ирокезом в школу ходят, и в хиджабе в школу ходят. И это нормально? И это нормально. Вопрос, ведь в школу ходят не для того, чтобы демонстрировать свой ирокез или свой хиджаб. Школа – это место получения знаний. Мы как-то должны правильно акцентировать это. Ал аманаттық депутат халықаралық істер қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің төрайымы Айгүл Құспан жағдайды мүлдем ушықтырып жібергендей көрінді. Ол хиджабты кимешек деп атайды және оның ойынша Қазақстанда жабық киінгісі келетін қыз балалар саны 13 мың екен. Айгүл Құспан енді сол балалар мектепке бармай қоймасын деп діни мектеп ашып беру керек деп санайды. Олар біздің үкімет, біздің мемлекет халықтың құлағына, халықтың үніне құлақ асатын үкімет болғасын, ол топқа да, ондай балаларға біз құлақ асуымыз керек. Оларды біз жоқ болмайды деп қойсақ, олар онда мектепке бармай қояды. Немесе басқа елге көшіп кетуі мүмкін. Немесе мектепке барады да, бірақ біздің құқығымыз орындалмады деп сондай сезіммен өмір сүруі мүмкін. Онда біз олардан, ол балалар келешекте біздің мемлекетке, біздің қоғамға қарсы болуы мүмкін, жау болуы мүмкін. Сондықтан ондай балаларды дың жағдайын ойлауымыз керек. Мысалы, мен Францияда көп жыл жұмыс істедім, оқыдым, жұмыс істедім. Франция католик елі. Сондықтан Францияда мектептің 30% ма, 40% ма, қазір анығын айта алмаймын, католик мектептері. Өйткені Франция католик елі, сондықтан Францияда мемлекеттік мектептер бар, католик мектептер бар. Және де бұл католик мектепке баратын балалар, бұл католик мектептерде міндетті түрде мемлекеттік программа болады. Жай мектепте, мемлекеттік мектепте қандай пәндер оқытылса, католик мектепте де сол пәндер оқытылады. Депутаттар пікірі әрғилы болып, соңында мәжіліс төрағасы Аманат партиясының жетекшісі Ерлан Қошановтың өзі шығып пікір айтуына тура келді. Ол мектепке дінді араластырмаңдар деп бірақ кесіп айтты. Хиджаб мәселесі дау болып жатыр. Жалпы сіз хиджаб кию мектепте бұл мәселеге байланысты көзқарасыңыз қандай? Біз Қазақстан зайырлы мемлекетпіз ғой. Енді шынында да бұл мәселе бойынша көп алуан түрлі пікірлер қазір айтылып жатыр. Оны өздеріңіз де біліп отырсыздар. Бірақ біз зайырлы мемлекетпіз. Біздің конституциямызда, заңымызда көрсетілген бұл мәселенің барлығы. Сондықтан бүгінгі күнде сонымен қатар біздің конституциямыз бойынша дін бостандығы бар. Діни ешқандай өзінің діни рәсімін жасаймын деген адамдарға ешбір шектеу жоқ. Оларға солай ба тек? Неге онда діни басқарма қоймай қайта айтып жатыр, ақ және көк түсті орамал керек деп? Тұра тұрыңыз, мен жауап беріп жатырмын сізге. Сондықтан бұл туралы ешқандай шектеу жоқ.
өзінің діни рәсімдерін атқарамын деген азаматтарға, азаматшаларға, біздің Қазақстан тұрғындарына қай дін ұстанса да, қай жерге мешіт па, шіркеу ма, басқа өздерінің діни орталықтарына барып, өздерінің діни рәсімдерін өткізуге мүмкіндіктері бар. Ал енді мектепке келсек, сіз айтқандай жаңағы, мектепті біз саяси немесе діни бір ағымдардың, олардың ортасына айналдырмауымыз керек. Ол білім ордасы, ол жерде білім беру керек мектепте. Сондықтан оны біз балаларды немесе оқытушыларды басқа мәселеге алаңдатпауымыз қажет деп мен ойлаймын. Және де министрліктің заң бойынша форма киетін, қандай форма киетін стандарттары бар ғой. Сол стандарттарға да ұстануымыз керек. Бірақ енді стандарт Конституционные права казахстанцев не нарушают? Я думаю, это не нарушает. Они, балалар, өздері кәмелеттік жасқа жеткеннен кейін, олар өздері таңдайды. Қандай жолмен жүреміз? Жалпы бұл мәселеде мемлекеттік позицияның нақты болмауы қоғамда алауыздық тудырғанында айта кетуіміз керек. Тек дау ушығып бара жатқанда ғана бірінен кейін бірі шығып сөйлей бастады шенеуніктеріміз. Орта білім саласының сарапшысы Нұрмұхамед Досыбаев та Абай Лайф YouTube арнасына берген сұхбатында мемлекет жауапкершілік алып нақты позиция айтпаса, артты қауіпті жағдайға ұласады деген. Ал ол өз кезегі позицияның болмауы мемлекеттік құзырлы орган тарапынан қоғамның ішіндегі дауға алып келеді. Сондықтан бұл жерде мемлекет бір позиция ұстану керек. Қоғамның өзін бір-біріне таластырып қоймау керек. Себебі қоғам онда бір-біріне қарсы қойса, онда олар тоқтамайды. Біреу жеңіп шығу керек, бір позиция жеңіп шығу керек, бір ортақ бір позиция қалыптасу керек. Ал енді мысалы орамалмен мектепке барғысы келетін азаматшалар, оқушылар, бүлдіршіндер, оларға бәлкім бір альтернативтік бір ұсыныс жасау керек. Мысалы, ақыры мектепке барғысы келмесе, онда бір қыздарға арналған мектеп ашылсын. Мысалы, неге бар ғой ондай мектептер бізде? Мемлекет бір шешім ұсыну керек те оларға. Айналайын ата-аналар, сіздер қыздарыңызға арналған, біз міне жан басына шаққан қаржыландыру береміз, сіздер оқыңыздар. Ол мемлекеттік мектеп болады, тегін оқыңыздар. Сол жерде жүре беріңіздер өздеріңіз деген сияқты. Бір конфликттің шешу жолдарын ұсыну керек та негізі. Ақыры мемлекет тарапынан ақша жоқ болуы мүмкін соны жасауға. Сенің ақшаң бюджеттегі ұлдар балалар бірге оқитын мектепке арналған. Онда сен оларға бағанағыдай қашықтан оқыту жүйесі бар. Бізде тіпті қашықтан оқыту жүйесінде рұқсат етпейді ғой. Нақты болады, не болмайды деп айтпайды. Пандемия кезінде амал жоқ, бәрі форс-мажор болып оқыды. Пандемия жоқ, қазір біз үйден оқытайық онда, қызымызды өзіміз оқытайық десе, оған да көнбейді. Мысалы, шетелде, дамыған елде барлық былай айтқанда шешімдер ұсынылған, таңдау бар. А бізде адамдар неге ушығады? Себебі таңдаусыз қалдырып жатыр да. Өзінің таңдауын қорғай алмаған үшін, бір ортақ шешім табылмаған үшін, ортақ шешім табылуға мүдделі құзырлы басшылар табылмаған үшін осылай ушығып жатыр. Діни дау хиджабпен тоқтаған жоқ, арты домбыраға ұласты. Тиктокта домбыра тарту харам деген бір қыздың пікіріне де депутаттар жаппай пікір айта бастады. Себебі олар ұлттық құндылықты аяққа таптаудың артында әрі діни топтар тұрғанын бірден түсінген сияқты. Ерлан Жақанұлы, елімізде осы әсіре діншілдердің үні қаттырақ естіле бастады. Бұл әсіре діншіл салафиттердің. Бұл елімізге қауіпті емес пе? Қазақстан мәжілісі қашан салафизмге тыйым салады ресми түрде? Жаңа ғана өздеріңіз тыңдасаңыздар, бір депутатымыз сауал жасады, оны тыңдасаңыздар. Жаңа домбыра харам деген әңгіме шықты, көрдіңіздер. Енді менің ойымша бұл енді дұрыс па, дұрыс емес осы айтып жүрген мәселелер? Жоқ, енді соны салафиттер ғой айтып жүрген. Енді айтып жүрген азаматтарға мен айтар едім. Біздің жаңа да айттым отырыстың үстінде. Біздің ғасырлар бойы қолына домбыра ұстап жүрген бабаларымыз сонда күнәһар болғаны ма? Былай қараса, солай ғой. Сондықтан бұл жерде біз теріс діни ағымда жүрген, заңға қайшы, конституцияға қайшы әрекет етіп жүрген, ондай діни ағымда жүрген азаматтарға әрине заң тыйым салу.
Ал мәжіліс отырысында айтыскер депутат Аманжол Әлтаевты арнайы дабыл қақты. Ол діни жат ағымдар жетегінде кеткен азаматтар жұртты адастырып жатыр дейді. Дін істер бойынша құзыретті органдардан осылармен күресті күшейтуді сұрады. Мектепте домбыра үйрету сабағын енгізу қажеттілігін айтты. Оны Қошанов мырза қолдай кетті. Ұлттық төлтума мәдениетіміздің шырақшысы, қазақтың қасиетті қара домбырасы. Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев қазақ пен домбыра егіз ұғым, баршамызға ортақ құндылық домбыраны жан-жақты насихаттап, жас ұрпақтың санасына сіңіру өте маңызды деп, асыл құндылығымызға мән беруге шақырды. Өкінішке қарай, бүгінгі қоғам арасында әлеуметтік желілерде домбыра аспабына деген шабуылдар, ұлттық дүниетанымымызға жат, қауіпті пікірлер көбейіп барады. Әсіресе діни жат ағымдардың жетегінде кеткен кейбір Қазақстан азаматтары жұртты адастыратын теріс пікірлер таратуда. Бұған әлеуметтік желілерде желдей есіп жүрген домбыра харам деген секілді адам шоштар алып қашпа сөздер дәлел. Қысқасы, хиджаб енді міне домбыра дауы жай ғана көтеріліп басылатынға ұқсамайды. Министрлер мен мәжіліс спикерінің сөзі араласып жатса, расымен мұның артында діни сеніміне еркіндік сұраған ата-ана қатардағы азаматтар ғана емес, арнайы топтар да тұрған болуы ғажап емес. Біздің ойымызша азаматтардың конституциялық құқығын сақтай отырып, жат ағымдардан сауатты қорғана білуіміз керек. Тағы бір өзімнің жеке пікірімді қоса өтсем, жалпы хиджаб киюге тыйым салу халықты екіге бөлді. Түбі діндарлар ұлттық партия құрып алуы мүмкін, билікке таласады. Бәлкім биліктегі саяси технологтар бұл модельді әдейі қолмен жасап отыруда ықтимал. Айтпақшы, бұл Түркияның моделі. Соның арқасында Ердоған мырза тағы да президент болып сайланып алды жақында. Билікте отырғанына 21 жыл болды. Премьер-министр, одан кейін президент. Жалпы халыққа ие болу қиындап барады. Халық анау-мынау жолдауларға сене қоймайды. Саяси сауаты да ашылып жатыр елдің. Сондықтан план Б бұл діни топ. Бұл үлкен күш, әйтеуір бір гәп бар. Әйтпесе соншама шу шығарып, соншалықты тыйым салатындай себеп жоқты. Қоғамда басқа да проблемалар бастан асып жатыр негізі. Қазақстанда ең төменгі айлық 300 мың теңге болуы керек. Мұндай мәлімдемені депутат сәрсенбі күні Ринат Зайтов жасады. Мәжілісте 2024-2026 жылдарға арналған бюджет жобасы талқыланды. Отырыс барысында сөз сөйлеген депутат Ринат Зайтов бір отбасының шығынын есептеп, қаржы министрлігінің алдында мәселе көтерді. Ринат Зайтовтан біз сонда ең төменгі жалақыны қаншалықты көтеру керек деп ойлайсыз деп арнайы сұраған едік. Мәжілісмен ең төменгі жалақыны 85 мың теңге етіп белгілеу президенттің тапсырмасын орындамау үшін қасақана жасап отыр деп есептейтінін айтты. Ең төменгі айлық елде 300 мың теңге болу керек. Ұлттық компаниялардың басшылары, олардың орынбасарлары жылына қаншама жүздеген миллион сыйақы алып отыр деп айтып салды. Елде тіпті президентке дейін ауысты, бірақ сол баяғы кәсіпкерлер әлі жүр. Ақордада мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев отандық бизнес өкілдерімен арнайы кездесу өткізді. Айта кетсек, қаңтар оқиғасынан кейінгі бұл президенттің олигархтармен екінші кездесуі. Мәселе сол активтерді елге қайтару, мемлекет пен бизнестің келісімге келуі. Тоқаев өз сөзінде 30 жылда президент те өзгерді, ал кәсіпкерлеріміз өзгерген жоқ деген месседж білдірді. Бұл сөздің астарын әрине әркім әрғалай түсінді. Әлі талай президент ауысса да, біздегі олигархтар ауыспайтыны, олардың нық отырғаны айтпаса да түсінікті еді. Бизнес қоғамдастық өзінің жеке сапасы бойынша тұрақты. Елде әкімдер, министрлер, премьер-министрлер ауысып жатыр, тіпті президент өзгерді. Бірақ кәсіпкерлер, әсіресе ірі бизнесте сол баяғы кәсіпкерлер әлі жүр. Бұл еліміздегі бизнес климаттың тұрақтылығын, кәсіпкерлерге жүргізіп жатқан саясат пен мемлекеттік қолдаудың жүйелілігін көрсетеді. Бірақ қазір мемлекет пен бизнес арасында жаңа әлеуметтік келісім шарт жасау туралы айтып отырмыз деген екен Тоқаев кездесуде. Оның сөзінше мемлекет кәсіпкерлікті дамыту үшін барынша қолайлы жағдай жасайды және жеке меншікті толық қорғауды қамтамасыз етеді. Өз кезегінде кәсіпкерлер өз міндеттерін салық төлеу және экономикаға инвестиция салу, жұмыс орындарын құру және өз қызметкерлеріне қолайлы еңбек жағдайларын адал орындайды. Мемлекеттік аппарат әрбір бизнесменге заң бұзушы ретінде қарамау керек. Мұндай
Мұндай ұстаным түптеп келгенде басқарудың репрессивті сипатын алып келеді. Мемлекет кәсіпкерлерге көмектесуге міндетті. Тағы да ерекше атап өткім келеді, көмектесуі керек деді президент. Бір қызығы, Ақорда таратқан фото-видеоларда олигархтарды емес, көбіне прокурор, министрлерді көрсеткен. Әлі де билік тарапынан қазақстандық олигархтарға сенімсіздік барын, жалпы суық қарым-қатынастың әлі де жойылмағанын байқағанымыз тағы бар. Айтпақшы, Ақордаға келген жаңа баспасөз хатшы Нұрмұхамед Байғараев 6 күннен кейін қызметінен босатылды. Я думаю, что здесь в первую очередь принцип меритократии. И кроме того, здесь, наверное, учли опыт в сфере, в медиасфере. Все-таки 2008 года работал, был ваш коллега, конечно, и вот проработал в этой должности, поэтому, наверное, вот эти факторы были учтены. Ресми ақпаратта денсаулығына байланысты деп көрсетілді. Бірақ ұлыс медианың мәліметі бойынша жаңа баспасөз хатшысы Байғараев кешірілмейтін қателік жасаған. Осы орайда хабар агенттігінің басқарма төрағасы Берік Уәли Тоқаевтың баспасөз хатшысы болып тағайындалды. Ол президенттің кеңесшісі қызметін қоса атқаратын болды. Атап өтсек, Берік Уәли 19-22 жылдар аралығында Ақордада баспасөз хатшысы болып қызмет атқарған. Екінші мәрте тағайындалған баспасөз хатшысының жұмысын әрине біз қадағалайтын боламыз. Ал хабар агенттігінің төрағасы болып журналист, медиа менеджер Кемелбек Ойшыбаев тағайындалды. Аптадағы кадрлық ауыс-түйістер осылай болды. Атап өтсек, Солтүстік Қазақстан облысы әкімі лауазымы әлі күнге дейін бос тұр. Бұл қызметке Украинада дипломатиялық миссиясы аяқталып қалған елші Дархан Қалетаевтың көзі түсіп отырғаны белгілі болды. Сонымен қатар жуырда қызметінен кеткен жас министр Асхат Ораловтың да кандидатурасы жоғарыда қаралып жатқан көрінеді. Не болса да көрейік. Жаңадан жасақталған үкімет жабыла түсті. Әлихан Смайыловтың үкіметінің жетісіп тұрғаны шамалы еді, енді министрлер бұдан бұлай үкімет отырысына келмейтін болып шешіпті. Яғни алдағы уақытта үкімет отырысына күн тәртібіне байланысты ғана баяндама жасайтын министрлер келеді. Қалғаны тек онлайн қатысады. Демек, журналистерге халықты алаңдататын сұрақтарды министрлерге тікелей қою мүмкіндігі азаяды. Мұның мәнісін вице-премьер Жамаубаевтан сұраған едік, шенеунік жауап бермей залға кіріп кетті. Жамаубаев, здравствуйте. Объясните, пожалуйста, решение правительства увести всех министров в онлайн. Это вы от народа сбегаете таким образом? Кейін үкімет баспасөз қызметінен президент ашық болыңдар деген сайын үкімет мүшелері неге жабыла түседі деп сұраған едік. Сұрағымызға үкімет өкілдері былай деп жауап берді. В целях повышения оперативности и эффективности работы министров, а также в рамках указа о дебюрократизации, заседания правительства будут проходить в онлайн-формате. Это предполагает, что участвуют очно министры, выступающие с докладом по повестке дня. Соответственно, после... Халыққа үкіметтің жұмыс жасағаны қажет. Елдің әлеуеті көтеріліп, табысы өсіп жатса, сұрақтар да азаяр еді. Өкінішке орай қауқарсыз, әлсіз үкімет журналистердің сұрақтарына жауап беруге, өз істерін ашық айтып көрсетуге мардымы жетпей отыр. Әділетті Қазақстанда мұндай үрдістердің орын алуы нонсенс әрине. Бұл апта сот отырыстарына толы болды. Атышулы қылмыстық істер бойынша Астана мен Алматыда бірқатар сот отырыстары басталып кетті. Қайрат Құдайберген мен Деки Арманның соты, Арыстанбек Мұхамедиұлының апелляциялық соты, Қайрат Боранбаевқа қатысты шыққан сот үкімі, журналистерге қатысты өткен Клибанов ісі, Каспий банкке түскен Әлихан Мұрадовтың соты да жекелей қадағалауымызда болды. Енді әрқайсына жеке-жеке тоқталып өтсек. Жанболат Мамайдың қорғаушысы Конституциялық сотқа шағым түсірді. Жанболат Мамайдың адвокаты Ернар Кенжебаев негізгі сот талқылау кезінде қорғауындағы азаматтың құқығы бұзылғанын айтып, Конституциялық сотқа шағымданды. Бұл туралы тіркелмеген Демпартия көшбасшысының жұбайы журналист Инга Иманбай мәлім етті.
Адвокат қорғау құқығы бұзылды деп есептейді, өйткені прокурор алдымен орташа ауырлықтағы баптармен айыптау қорытындысын шығарды. Содан кейін барып, оларды сот талқылауы кезінде ауыр деп санады. Бұл сот пен заң алдында барлығының тең болуына мүмкіндік беретін Конституцияға қайшы. Сонымен қатар Жанболат Мамайға қойылған шектеулер де оның азаматтық және саяси құқықтарын таптау деп санаймыз. Сондықтан жоғары сотқа кассациялық шағым түсірместен бұрын Конституциялық сотқа жүгінуді жөн санадық деп жазды журналист Инга Иманбай. Бұл шағымнан бөлек Жанболат Мамайдың өзі бостандық сотына қоғамдық саяси және журналистік қызметпен айналысуға тыйым салуға қатысты үкімін нақтылау туралы өтініш жазған. Атап айтқанда, сотқа оның құқық қорғау қызметімен айналыса ала ма, азамат ретінде сұхбат беруге құқығы бар ма, жоқ па деген сұрақтар қойылды. Еске сала кетсек, сот Жанболат Мамайды 6 жылға шартты түрде соттады. Оған қоғамдық саяси жұмыспен айналысуға тыйым салынған. Апелляциялық соттың үкімі экс-министр Арыстанбек Мұхамедиұлына шыққан үкім өзгеріссіз қалды. Сот шешімімен экс-министр Арыстанбек Мұхамедиұлы, ұлттық музей басшысы болған Алмас Нұрасхан, экспонат мердігер ұйым директорының орынбасары Азамат Көшеновке шыққан үкім өзгеріссіз қалды. Экс-министр 8, соңғы екеуі 7 жылға сотталған еді. Айым Садуақасованың жазасын өтеу мерзімі ол да 7 жылға сотталған еді, 5 жылға кейін шегерді. Ол бірден тұтқыннан босатылды. Оның 23 жылдың шілдесінен бері тұтқында болған бір күні 1,5 күн болып есептелді. Сот Садуақасованың кішкентай қызы барында есепке алған. Еске сала кетсек, экс-министр Арыстанбек Мұхамедиұлы қылмыстық кодекстің 28 бабы 3 бөлігі 4 тармағы және 189 бөліктің 2 тармағы бойынша құқық бұзушылық жасаған үшін кінәлі деп танылып, 8 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Астанада Қайрат Боранбаев ісі бойынша апелляциялық сот үкімі шықты. Сот Боранбаевтың жазасын 8 жылдан 6 жылға жеңілдеткен. Атап айтсақ, бұған дейін Назарбаевтың экс-құдасы Қайрат Боранбаев мемлекетке 90 миллиард теңге тұратын активтерін қайтарған болатын. Оның ішінде мұнай кен орны бар, қонақ үй, сауда орталықтары бар. Қаржылық мониторинг агенттігі мәліметінше, тергеу шеңберінде жалпы құны 90 миллиард теңгеден асатын активтерді, оның ішінде мұнай орындары, газ тарату компаниялары, сервис саласындағы кәсіпорындар, қонақ үйлер мен сауда ойын-сауық кешендері, фитнес орталықтар желісі, кеңсе үй-жайлары мен басқа да активтерді мемлекет меншігіне ерікті түрде қайтару жөнінде шаралар қабылдаған. Бұған дейін Қайрат Боранбаев табиғи газ импорты кезінде қаражатты жымқыру эпизоды бойынша тергеу аясында 14,5 миллиард теңге көлемінде материалдық шығынды өтеген болатын. Алматыда Деке Арман мен Қайрат Құдайбергеннің соты басталды. 14 қыркүйекте Арман Жұмагелдиев пен Қайрат Құдайберген ісі бойынша сот отырысы басталып кетті. Іс бойынша 42 адамға қаңтардағы тәртіпсіздіктерге қатысты немесе ұйымдастырды деген айып тағылған. 1,5 жылға созылған тергеу ісі енді сот отырысына көшті. Сот отырысы белгіленген мерзімнен 55 минуттан кейін басталды. Бұл процеске арнайы дайындалған залда орын жеткіліксіз болғандықтан журналистер бөлек бөлмеге жіберілді. Процесті монитордан бақылаған бақ өкілдеріне дыбыс пен көріністің нашарлығынан мардымды ештеңе көріп ести алмады. Қайрат Құдайбергеннің анасы 5 айда алғаш рет ұлын көргенін айтты. Біраз күзетшілер оның қолын ұстауға да рұқсат бермеген. Бибігүл Қабдолдинаның айтуынша, тергеу барысында Құдайбергеннің отбасына оны қылмыстық қудалауға лудоманиямен күресі себеп болуы мүмкін деген ой келген. Қайрат әлеуметтік желілерде букмекерлік кеңселермен және электронды темекілермен күресуге шақырған бейнероликтер жиі таратты. Оған бұл әрекетін тоқтату үшін $1 миллион да ұсынылды. Тіпті ашық қорқытты, тоқтатпасаң түрмеге жабамыз деген. Ол қайырымдылықпен имидж үшін айналысты деп айыпталған. Оның айтуынша, тергеу жүргізілген 1,5 жыл ішінде отбасы Қайратты бірнеше мәрте ғана көрген. Айта кетсек, бұл істе Арман Жұмагелдиев пен Қайрат Құдайбергеновпен қатар ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкері Руслан Искаков та абақтыда отырып айыпталуда.
Журналистерге шабуыл Клебановтың ісін ювеналды сот жабық режимде қарайтын болды. 14 қыркүйекте журналистерге шабуыл ісі бойынша сот процесі басталды. Зардап шеккендердің қатарында Улус Медиа KZ редакциясы, сонымен қатар Гиперборей YouTube арнасының авторы Вадим Борейко, сондай-ақ журналистер мен қоғам белсенділері Гүлнар Башкенова, Гүлжан Ерғалиева, Динар Егеубаева және фотограф Роман Егоров бар. Сотталушылардың орындағы іс бойынша бастайып Аркадий Клебановқа тиесілі. Бірақ сотқа тек қорғаушы тарап келді. Күдіктінің өзі медициналық сараптаманың анықтамасы бойынша сотқа келе алмады. Процесс мамандандырылған ювеналды сотта өтті, өйткені айыпталушылар арасында кәмелетке толмағандар бар. Дегенмен біз журналистер сотта Аркадий Клебановтың мұндай диагнозымен келісе алмайтынымызды, сотқа қатысуы қажет екенін айттық. Қазақта қолмен жасағанды баспен көтер деген жақсы сөз бар. Ойына келгенін жасап, журналистерді қорқытып, үркітіп алған Клебанов мырза қалай кенеттен псих болып шықты. 20 жылға дейін Каспий банкте қызмет еткен, жауапты бөлімде. Қалай сонда ол мұндай қызметте жұмыс жасаған? Бір сөзбен сұрақтар тым көп. Біздің елде егер журналистері әділ сотқа қол жеткізе алмаса, басқа адамдардың әділетке қол жеткізуі екі талай шығар. Айтпақшы, Каспий банкты баса көктеп кіріп, сол жердегі адамдарды кепілдікке алған Әлихан Мұрадовтың да соты басталды. Улус Медиа тілшісі тілдесіп те көрді. Келіссөздер қалай жүргізілгенін, оқиға орнының арасында да ішкі істер министрі болмағанын сұрап көрген едік. Господин министр внутренних дел Ахмеджанов, да, он говорил, что он вел с вами переговоры. Да, он заходил, предлагал взять вместе Я считаю, достойный поступок. Что он предлагал еще? Что он предлагал, заходил? Ну, вместо заложника взять себя. А вы отказались почему? Я понимал, что это не получится. Что не получится, что именно? Ну, там что-то надо. Алдымызға келіп ешкім кешірім сұрамады. Қантаршылардың туыстары әділдік іздеп Астанаға келді. Астанадағы азаматтарды қолдау орталығы алдына Шымкенттен бір топ азамат келіп, қантар оқиғасы кезінде атылып кеткен балаларының ісіне байланысты наразылық білдірді. Ұлдарынан айырылған әкелер мен шешелер құзырлы органдардың табалдырығын тоздырып, әбден қажыған. Олар Улус Медиа тілшісіне биліктен нақты не талап ететінін айтып берді. Қаза болған Бақытжанның анасы Гүлнар Абдиева біздің балаларды аяусыз атып тастады дейді. Олар енді өліп кетті. Содан жергілікті акиматтан жаңағы шамалы көмек көрдік, көрмедік емес. Айтен көмектесті. Содан енді мен үйдің ипотекасын төлеп беруді сұрап жатырмын. Себебі жалғыз қалдым. Қаңтар оқиғасынан кейін денсаулығым болмай жұмысқа жарамай қалдым. Екі жерге жұмысқа кірдім, денсаулығым жарамаған соң қайтадан шығып кеттім. Қазіргі таңда үйімді төлей алмай кредит алдым, одан кейін тағы кредит алдым. Бір кредитті жабам деп, 2-3 кредит басыма ілініп кетті. Содан акиматқа көмек сұрап барғанымызда ешқандай спонсорлар жоқ. Қазір спонсорлардың бәрі жадный стали деп шығарып салды. Зам акимге де кірдім осы жөнінде. Ішкі саясатқа да кірдім. Олардың айтатын әңгімесі осы болып тұр. Сонда осы Қазақстан елімізде, өз балдар. Қаза болған Бағлан Шәріпбайдың анасы Әкен Қалықұлова әділдік талап еткен мені 5 күнге қамады деп жанайқайын айтты. Екіншіден мені жала жауып қамайды. Не үшін? Қайда әділдік біздің Қазақстан? Құрметті Қасым-Жомарт Тоқаев мырза, мен әділдік іздеймін. Қанша уақыт іздеп жүргеніңізге? Әділдік іздеп жүрген 1 жыл 9 ай болды. 9 ай 9-шы күн ғой. Иә. Біздерді мазаққа айналдырмай, біздерді заң аясында деп келеді, қай жерге барсақ та заң аясында. Пусть заң аясында жұмыс істесінші біздің биліктегілер. Себебі құрметті Қасым-Жомарт Тоқаев мырза, мен әділдік іздеп келгенім. Бізде Шымкент қаласында сағат 11-де 22 жылы 5 қаңтарда атуға бұйрық берген, а біздің балалар сағат 9-бенен 11-ға жетпестен сағат 10:30 аралықта қаза болып кеткен. Осы бұйрық бергендерменен жазықсыз атқан адамдарды, кінәсіз атқан балаларды жазалансын. Әлі ешкім жазаланған жоқ. Жазалансын біріншіден. Екіншіден, біздің итіміз өлген жоқ, біздің адамымыз өлді, бауыр еті баламыз өлді. Жемісін жейін деп тұрған кезде оқыған,
менің жеке өзімнің балам погранда служить етіп батыр атағын алып келген медалы бар. Оны да ескермейді, елемейді, ешкім ескермейді, елемейді. Шекара күнінде батыр атағы Қазақстан елді жерді қорғаған баламды келеттағы осылай бірінші атады, келеді, өзімді қамайды. Сонда әділдік қайда жатыр? Бір балаңызға бір лаңкестер ат беріп, ол кинақталды ма? Болды. Террористке қатысы бар подозрительне 272-де 2 статьяны қойды. Былтыр дәлелі болмағандықтан, ақиқат дәлел жоқ болғандықтан менің баламды ақтады. Себебі кінәсіз баламды ақтады. Өйткені ол Қаза болған Алпамыс Нұрболаттың әкесі Мұрат Әбдірайымов қолмен жазғанды балтамен шаба алмайсың деп айтып салды. Оқиғасында 2022 жылы 5 қаңтарда менің ұлым Алпамыс Нұрболат Мұратұлы 2002 жылы туылған, жазықсыз қайтыс болып отыр. Оқтан. Бұл жерде 20 азамат қайтыс болды. Оларға байланысты ешқандай қылмыстық іс жоқ. Ешқандай әкімшілік құқық бұзушылық, не болмаса бұл қылмыстық құқық бұзушылық жасамаған. Біздің қайтыс болған ұлдарымызға байланысты Шымкент қаласының арнайы прокуроры Күлбаев Нұрлан 272-2 бабымен қылмыстық іс қозғаған күдікті ретінде. Ешқандай дәлел айғақ таппағаннан кейін 4-5 айдан кейін қысқартып, күдікті деген жойып, ақтап шығарды ұлдарымызды. Қазіргі таңда біздің балдарымызға ешқандай статья жоқ. Біздің балдарымыз ешқандай тәртіпсіздік жасамаса да жазықсыз. Қаза болған Ислам Ансардың анасы Жазира Жанатбекова оқтың нөмірі бар. Тергесе ұлымды кім атқанын білуге болады дейді. Засекречено деп архивке жіберген. Бірақ баламда 4 айдан кейін изгумация болды. Изгумацияда денесінен оқ шықты. Оқтың номері бар. Алматы қаласының тергеушісі Тастемиров лично оқтың өзін көрсетпесе де коробкадағын көрсетті. Міне сықырлап тұр. Көрдіңіз ба? Осы оқ сіздің балаңыздан шықты. Мына жерде номерде тұр деп көрсетті. Бірақ мен номеріне өзім осындай жаңаға стресте жүрген екен, номерін жазып алып, есте сақтап қабілетіме ойынша көңіл аударған жоқпын. Бірақ көзім жетіп тұрды. Енді ішінде бар шығар, өзі көрсетті. Міне сіздің балаңыздың денесінен шыққан оқ міне тұр деп барлық документтің арасынан алып қайтадан салғаны көзімен көрдім, бірақ суретке түсіріп алмадым. Бір оқ, және темірдің қалдыға кішкене күріштің жаңаға несіндей, неді, дәніндей темір шықты деді. 2 оқ деген біреуі жаңаға мойын еттен теген, екінші жаңа шаттан өтіп кеткен. Бірақ Алматының жаңаға моргтан алған кезде денес. Ал қаза болған Бекжан Төленбектің анасы Роза Бегімова бізді кім қорғайды деп қолдау сұрады. Ешкім хабарласып атқанда жоқ. Біз айтамыз, біз Астанаға барамыз, потому что бізге әділдік керек. Бізді ешкім тыңдамаса, бізді ешкім сөзімізді сөйлемесе, ешкім бізге ешқандай жағдай жасамаса, біз айттық, ішкі саясатқа да айттық, прокурорға да айттық. Біз Астанаға барамыз деп оларды ескерттік. Олар бізге кәдімгідей жарайды, бара беріңіздер, білгендеріңіз істеңіздер дейді. Жарайды дедік, біз білген істесек, әйтеуір біз осы бас қалаға әйтеуір әділдік іздеп келдік. Бізді үкімет үйі, парламент, кім Тоқаевқа прямой үндеу жасай алмай жатырмыз. Шындап келсе біз шамалы заң несін білмейміз. Бізге Шымкенттен бізге адвокат берілген жоқ, юрист берілген жоқ, ешкім жоқ. Біз өзіміз қарапайым адам. Кеше біздің бір атана жаңағы прокурор ма кімге сұрақ қойды. Айта кетсек, Шымкентте қаңтар оқиғасы кезінде 20 адам қаза болған. Құқық қорғау органдары басында оларға да жаппай тәртіпсіздік жасады деген айып таққысы келген. Бірақ іс дәлел жетпеуіне байланысты жабылып, кейін марқұмдар жәбірленуші деп танылған. Қаза тапқандардың ата-аналары бұған дейін биліктен 5 миллион теңге өтемақы беруді және балаларының өлімін тергеуді талап еткен болатын. Ардақты ағайын, аптадағы айтарымыз осы. Ұлыс медианың әлеуметтік желілердегі парақшаларына жазылыңыздар, пікір қосыңыздар. Маңызды оқиғаларыңызды, айтар мәселелеріңізді біздің WhatsApp нөмірге жолдаңыздар. Амандықта жүздескенше.
Thank you.